Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Маржан. Бүгін сіздерге хризантема салатының рецептін ұсынамын. Ол үшін алдымен 200 грамм қақталған тауық етін майдалап, көбіктап турап аламыз. Қайнатылған тауық етін қолдануға да болады. Жүз грамм консервіленген саңырауық лақты да осылай жұқалап турап аламыз. Төрт жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз, және де жұмыртқаның ағын үккіштің үлкен тішесінен, сарысын майда тішесінен өткізіп шығамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Тарелкамыздың астыңғы қабатына тауық етін салып, тегістеп жайып, бетіне майонез жағамыз. Бұл аталған ингредиенттер бір порция салатқа арналған. Екінші қабатта саңырауқлағымызды саламыз, оны да тегістеп жайып, үстінен майонез жағамыз. Үшінші кезекте 150 грамм консервіленген жүгеріні салып, тегістеп жайып, оның да үстінен жұқалап майонез жағамыз. Келесі кезекте жұмыртқаның ағын саламыз, оны да тегістеп жайып, бетіне майонез жағамыз. Ең соңынан жұмыртқаның сарысын салып, тегістеп салатымыздың барлық жерін жауып, жайып шығамыз, және де чипсімен осылай салатымызды әсемдейміз. Осымен біздің хризантема салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Маржан. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын!